Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы. Ұлы ақын, ағартушы, философ, композитор, аудармашы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Абай өзінің балалық шағын әжесі мен анасының қасында өткізді. Абайдың бойында табылған барлық жақсы қасиеттер мен өнерге деген құштарлық анасы мен әжесінен тәрбие өнегесінде жатыр. Біз бүгін сабағымызда Семей қаласындағы Абай мұражайына сапар шегеміз. Суретте Семейдегі ұлы Абай мұражайы. Мұнда қазақтың ұлы тұлғалары Абай, Шәкәрім, Мұхтар дүниеге келген жер. Бұл Абайдың кесенесі, Шәкәрім кесенесі. Мұнда қазақ халқының киесі мен ары мен намысы, ақылы мен жүрегі ұлы Абайдың аруағына басым дейдім. Еліміздің тұңғыш президенті Назарбаевтың сөзі жазылған. Шәкәрімнің ұлы Ахат та осы жерде жерленген. Республикамызда жыл сайын Абай оқулары байқауы өтеді. Республикалық Абай оқуларының байқауы да осы Семей қаласында өтеді. Ұлы Абайдың әжесі Зере мен анасы Олжанның кесенесі де осы жерде. Зере 1785 пен 1873 жылдар аралығында өмір сүрген. Ал Олжан 1810 жыл мен 1887 жылдары өмір сүрген. Жидебайдағы Абайдың мұражайы. Мұнда Абайдың отбасының жәдігерлері сақталған. Оның кітаптары, ат-әбзелдері, үй жабдықтары, ыдыс-аяқтары, Абайдың жазба үстелі, төсек орындары, кілемдері, киіздері мұражайдан орын алған. Бұл мұражай Абайдың өзінің үйі болған. Үйдің архитекторлық сызбасын Абайдың өзі жасаған. Оқушылар, үйге тапсырма Абайдың әкесі Құнанбайдың тарихтағы орын туралы айтып беріңіздер. Абайдың тұлға болып қалыптасуына Құнанбай қандай бағыт-бағдар берді? Бірінші тапсырма бойынша жұмыс жасап келеміз. Сау болыңыздар.